Ал отбасы дегенді кім түсінеді? Жаңа сабақтың түсіндірмесі ол кім айтады қазір отбасы нұрима айтады. Отбасы деген сөзді қалай түсінесіз? Отбасында 6 адам. Ал балалар 6 адам дұрыс. Ал тағы кім қандай ойы бар отбасы туралы? Айтады. Мен отбасында 5 адам бар. Жоқ, 5 адам бар, 6 адам бар емес. Отбасы деген сөзді қалай түсінеміз? Отбасында менің сіңлілім, ағам, әкем. Отбасы деген ол бір шаңырақта өмір сүретін адамдар, иә? Ол бізге ең жақын адамдар бір отбасында өмір сүреді, иә? Ал өмір дегеніміз не ол? Сол күнделікті болып жатқан өміріміз, иә? Жағдайлар, иә? Өміріміз. Енді балалар қараңыздар, біздің отбасымызда. Мына суретте біз нені көріп тұрмыз? Біздің отбасымыз. Иә, мысалы, балалар қараңыз. Мынау Ақмаралдың отбасы. Ақмаралдың отбасында әжесі бар екен, атасы бар екен, әкесі бар екен, анасы бар екен, иә? Міне, осы ең бізге жақын адамдар бір шаңырақта өмір сүреді. Енді балалар, мен сіздерге бір сұрақ қоямын. Сол сұраққа жауап беретін боламыз. Менің қолымда балалар киіз үй тұр, иә? Міне, бұл киіз үйде шаңырақ бар, иә? Енді отбасында, иә, отбасымыз біздің шаңырағымыз деп алайық, иә? Енді осы киіз үйді кімге берем? Сол оқырма атын алып береді, иә? Әкесін кім деп атайсың? Апасы. Сен әкеңнің әкесі кім бұл? Айтасың, кім деп атайсың сен? Атам. Атам. Енді анаңның анасын сен кім деп атайсың? Анаңның анасын. Әжем. Қандай әже? Әжем. Қалай деп атаймыз анамыздың анасын? Кім деп атаймыз анамыздың анасын? Әже. Қандай әже? Ана туған. Нағашы әже деп атаймыз. Ал сенің кейінгі қыз баланы кім деп атаймыз? Сенен кейінгі қыз баланы кім деп атаймыз? Сенен кейін қыз бала бар, иә? Соны кім деп атаймыз? Қыз. Кім айтады? Сіңлім. Сіңлім деп атаймыз, дұрыс айтамыз. Ал сенен кейінгі қыз баланы кім деп атаймыз? Сіңлім дейміз ба? Қарындасым деп атаймыз. Яғни дұрыс айтасың, молодец. Енді сенің анаңның әкесін кім деп атаймыз? Нағашы атам. Молодец, жарайсың ба, нағашы ата болады, иә? Енді сенің әкеңнің анасын кім деп атаймыз? Сенің әкеңнің анасын кім деп атаймыз? Жоқ. Әже деп атаймыз, туған әже деп атаймыз, иә? Міне, енді осы отбасында өмір сүретін адамдардың бәрі не болады? Бір-біріне жақын болады, иә? Енді балалар, Жақын адам. біздің отбасымызда өмір сүретін адамдар болады, иә? Әже, ата, апа, сіңлі, қарындас, іні, аға, әке, шеше. Міне, осылардың барлығы отбасында өмір сүретін адамдар, иә? Енді бізге бәрін қолымыздан тұрамыз. Біз мына суреттегі отбасы мүшелерін талқылап болсақ, олай болса, бүгін біздің сабақта ашық микрофон әдісі бойынша сабақ өтеміз. Енді мен сұрақ қоймаймын сіздерге, сіздер сұрақ қойыңыздар. Отбасы туралы қазір ашық микрофон әдісі бойынша сіздер бір-бірлеріңізге сұрақ қоясыздар, сол сұраққа өздеріңіз жауап бересіздер. Мен қазір микрофонды Айарғанға берем. Айарғы орнынан тұра ғой. Кімге сұрақ қоясың сен? Кәусар деген таң Кәусар. Сенің отбасында неше адам бар дейді? Микрофон бере ғой. Менің отбасымда 6 адам бар. Мен сен сұрақты кімге қоясың? Айарға қоймайсың. Сөндір. Мен қазір ашық микрофонды
Ya sen gidelim, ya sen sekimga so'rab qo'yasan. Hozir xat chiqaramiz. Muzaffarga so'rab qo'yamiz. Muzaffarga qanday so'rab qo'yasan? Отбасыңда өз отбасың туралы айтып берді саған. Музаффар, қайта қой. Отбасымда менің 5 адам бар. Мен сабақ істеп, апам үй жұмысын көрсем. Анама көмектесем. Кесе жинауға көмектесем. Үй жинауға көмектесем. Өз киімдерімді жинаймын. Өзім ұйықтаймын. Балалар сұрақтарға нақты жауап береміз. Бізге айтып жатыр, иә? Сенің отбасың туралы маған айтып берді. Сен өзің отбасың туралы. Мысалы, мен отбасымды айтатын болсам, бізде кітапта отыр қоймыз. Кітапта Ақмаралдың отбасын айтатын болсақ, отбасында Ақмаралдың әжесі бар, атасы бар, анасы бар, әкесі бар, және Ақмаралдың інісі бар. Міне осылай айтып беру керек. Түсінікті ма? Музаффар, сен осы сұраққа осылай жауап беруің керек еді. Мен сұрақты қоямын. Іңкәр, сен үйде не істейсің? Өз отбасыңда. Сабақ оқимын. Сосын тек сабақ оқисың ба? Балалар сөйлейсің. Кімнің қандай несі бар? Жауабы бар. Сен отбасында не істейсің туралы? Мен ба? Иә, сен. Отбасында мамама көмектесем, папама көмектесем, машина жөндеуге папама көмектесем. Ойымызды жазып, аяқ қолымызды жазып, бір сыйлық алады, иә? Ойымыздан тұрамыз. Sol bacı babaya, aferin bana, sağ bacı babaya.